Армысыздар, менің тыңдармандарым. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қолдау білдіре кетіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өгей шеше деген әңгімені бірге тыңдайтын боламыз. Есенсіз бе? Күлімсіреп тұрған бойжеткен қызды қайда көрдім деп таңдана қарадым. Я, біз автобуста танысып қалып едік. Осыдан біраз бұрын мен төлемді колд деген бәледен төлей алмай қалғанымда жай ғана көрсетіп түсіндіре отырып төлеуді үйреткен еді. Сол сәтте үйреніп алғанмын. Қайдан жүрсің, қызым? Апа, сізді көрем деп ойламадым. Осы кейінгі кезде сырласатын адам қажет болып, кіммен мұндасарымды білмей жүредім. Шарасы кен, қара көзі жылтылдап кетті. Кемерінен төгілер судай жасы екен-ау мөлтілдеген. Ол сәл бұлыңқырап, жанарын сипап өтті. Көздері жуылған шыныдай жарқырады. Анам 4-ші сыныпта оқып жүргенімде қайтыс болды. Сонда да сол бір кісі жетіспейді маған. Күнде, әр сәт сайын керек етемін. Шіркін, қыз балаға ана осынша қажет екен-ау. Алла біліп тұрып, неге қыздарды анасыз қалдырады екен? Енді ол қысылмай-ақ жасын төгіп жіберді. Апа қол орамалымен көзін бір сәт басып отырды. Сосын қиялай отырып, апам қатты керек болып жүр деді тағы. Шіркін, менің қолымда болса, анасын жанына әкеп бере салар ем-ау. Шарасыз халім тамағыма өксіктіреді. Жұтынып кетіре алмай әлек болдым. Сүйкімді сұлу ойлы жанарын алысқа қадады. Бір қырынан неткен сұлу еді. Мандайы ашық, алты елі деген осы мандайы ма екен деп ойландым. Көзі, мұрны, ерні бір әттені жоқ мінсіз еді. Мен мұндалап тұрған жасанды қас кірпік жоқ. Қоңырқай болса да тығыз екен. Апа, тұрмысқа шығамын жақында. Анамдай ешкім бола алмайды екен. Әкеңше дедім, дауысым қарлығып шығып. Ол кісінің өз әлемі бар ғой. Екінші жары мықты. Анасы барда ғана екен қыздарын жақсы көретін әкелер. Анасы жоқта ол да бір көрші қыздан да алыс біреу болып қалады екен. Анам әкем үшеуміз бақытты едік. Анамның бір жер ауырама деп дәрігерлер жиі келетін. Осы күніме бір бауыр тауып берсем деп отыратын. Қыз болса сырлас, ұл болса төркін болар еді-ау дегенін талай есіткем. Содан анам азып кетті. Бір күндері іші үлкейіп кеткен. Бар күтімін әкем жасап жүрді. Мен екеуінің ортасында бақытты едім. Анам жанына батқанын да сездірмейтін. Бірде анамды жедел жәрдем алып кетті де содан оралмады. Үй қара жамылды. Ел жыласа жылап, қойса қойып жүрсем де, анам кетті деп ойламаппын. Анам ауруханада ертең келеді деп жүре беріппін. Қаралы жиын бітті, бәрі тарқады. Үйде ауылдан әжемдер ғана қалды. Анам әлі жоқ. Әже, апам қашан келеді дедім, әжеме еркелей алдына жатып. Ойбу, сорғайнаған бөбегім-ау деп әжем бетін сызып. Енді не деймін саған? Ойбу, түсінбеген екесің-ау жарығым деп жылап қоя берді. Сонда кеуде тұсым қатты жайсызданды. Ине кіргенде шымылдап ауырды. Түсініксіз, икемсіз денемді ұстай алмай, тұра бере қисая бердім. Үйдегілер шуылдап кетті. Ұзақтан естілген дауыстар тиылғанда есімді жидым. Бәріне барлай қарап, өлген апам ба дедім. Апамның атын айтып жыласа да, өлмейді деген балаң қиял мән бермеген екем. Әлде тым аңқау болдым ба? Содан үнсіз қалдым. Әжемнен басқаның бәрі кетті. Жылында бір жиылса, сонымен марқұм ұмытылады деді әжем. Мен қабақ астынан қарадым. Осы күніме қиын болатын болды, деді басымнан сипап. Әкетерем, ана бауырыңның балдары да бейбастақ. Байғұсқа күн бермес. Ой апа, деді әкем. Жүре берсін үйде, мен бармын ғой, ештеңе етпейді, үйренеді. Басқа түссе неге көнбейді адам? Әжеме қал демеді. Әкемді алғаш рет ұнатпай қалдым. Сол сөздермен менен әлде қайда ұзап кеткендей болды. Әжем қайтып кетті. Менің еркелігім бітті. Әкем келгенше үйге кірмеймін.
Әкем келген соң бөлмеме кіріп кетем. Әкем іздесе ұйықтап қалғандай көзімді жұмып аламын. Иә, мен әкемнен ұзап қалғандай болдым. Әжем қал деп айтса екен дегендей көрінді маған. Бірде әкем шашымнан сипады. Мені ұйықтап жатыр деп ойлады. Қамықпа күнім, бұл күндерде өтер. Жақсы қыз боласың, әкеңе қарайсың. Анаңды емдей алмадым, мені емдейсің. Мен сонда сенімен мақтанамын деді. Көз жасым жастыққа тамып жатты. Әкем жанымда, мені жақсы көреді деп қуанғаннан жыладым сол сәт. 5-ші сыныпқа өткен жазда әкем үйленді. Әжем тағы да сарбас деді бетін сызып. 2 айға шыдамадың ба? Ой апа, әкем тағы жайсыз қарады. Онда тұрған ештеңе жоқ. Анама жылдығас берілді. Ол кезде өгей ана үйде болмады. Содан кейін үйде тамақ беріліп үйленгенін жариялады. Бірін естимін, бірін естімеймін, бәрі әкемді кінәлады. 50-ге жақындағанда дегендеріне қарап, иә, әкем қате істеді деп ойладым. Алғаш көрінгенде іштей жақсы шығар, анам сияқты мені айналады, сүйеді деп ойладым. Ол кезде мен арық едім. Көзім шығып кетердей боп тұратын. Оған жақпадым. Ішіңде құрттың бар ма деді кеудемнен итеріп жіберіп. Құшақтамақ болғанына өкініп қалдым. Сол сәт маған ешкім керек емес, мен ешкімге керек емеспін деген ой келді. Әкемнің әйелі бар. Әкем де менен алыстап кетті. Мүмкін алыстамаған шығар, маған солай көрінді. Мүлде үнсіз қалдым. Қарсы кездескенде де қызым қандайсың демейтін. Үйге болғанымда бөлмемнен шықпаймын. Шақырып жұмсар, бірдеме істе деп күтемін. Жоқ, үйде жұмыстың өзі де жоқ. Бір күні осындай күз еді. Дене шынықтыру сабағында аяғымның бас бармағын шығарып алдым. Ұстаз дереу үйге жіберді. Әкеңе айтсаң, көрші ауылға Сейт ақсақалға апарса дереу салып береді деді. Үйге әзер жеттім. Үйге кірсем, әкем мен өгей шешем екеуі сөйлесіп отыр екен. Бір қалыпты ыңырсыған үн. Кей әріптерді созып сөйлейді. Қыздың бөлмесін ауыстырдым деді ол. Анасының заттарымен, ескі болса да оған керек. Естелік болар. Өзің біл жаным, бұл үй енді сенің де үйің деді әкем. Мен сол жағымдағы бөлмеге қарадым. Анам барда, ол бөлме тым ыстық болады деп тек артық заттар қойылатын еді. Ашсам, қалай болса солай кіргізіп қоя салған. Үнсіз кеп темір төсектің үстіне жаттым. Көрпесін жөндеп салуға да шамам болмады. Жаттым да тұра алмай қалдым. Ет қызуымен білмей келіппін. Ұйықтап кеткен екем. Әне айттым ғой саған. Сабақтан қашып келген. Оқымайды бұл. Оқыса да қандай маман шығады деп әкем екеуі бас жағымда тұр екен. Қоя бер деді әкем. Оқымаса еден жуар. Болмашыға басыңды ауыртпашы. Мен сол сәт шынымен жалғыз екемін деп екеуін де қатты жек көріп кеттім. Әлі сендер жалынасыңдар. Мен сендерді жалындырамын деп жұдырығымды түйдім. Ол жұдырық ұру үшін емес, өзімді қаншылағаным еді. Сол сәттегі әкемнің болмашыға өтіп кетті. Еден жуар. Я, еден жуар деді-ау сыныптағы Ағиланың мамасы көз алдыма келді. 6 қыз бір ұлы бар. Мектепте еден жуады. Қолдары қап-қатты ісіп жүреді. Демек әкеме бәрібір екен. Мен еден жусам да бәрібір болды ғой. Шіркін, сол сәтте жылап, өкпелеп ашулансаң ғой. Кешір ботақан деп, бұрынғыдай еркелетіп, күлдірсе ғой. Мен солай 5-ші сыныпты да әкемді жоғалттым. Я апа, рухани жоғалттым. Себебі әкем, әйелі екеуі ұл күтіп жүр екен. Қой деді өгей шешем. Кешігіп кетерміз. Олар кетті. Бұрын болмаған ашу ыза мені билеп алған еді. Кенет есік ашылып сынып жетекшім кіріп келе жатты. Қорқып кеттім. Үнемі ұрсады. Бірақ бұл жолы ұрсуға келмепті. Жұп-жұмсақ даусымен сынықшыға барамыз деп маған көмектесіп сыртқа шықсақ, күйеуі де бар екен. Мені көтеріп көлікке мінгізді де біз көрші ауылға сынықшыға келдік. Салғанда қатты ауырды. Сосын бірдеп аздап басылды. Артқы орындықта апайым мені құшақтап отырды.
Мен оның жып-жылы бауырында анаммен отырғандай жылап жібердім. Жылама, деді апайым. Мен де сендей болғам. Мына көкең де. Оқысаң ғана жақсы болады. Оқымасаң ең жаманы сол. Бұл күндерде өтіп кетер. Барлық қайғыны, азапты, қорлықты оқу ғана қуа алады. Мен бәрін көріп біліп тұрмын. Сенде бәрі жақсы болады. Тек есіңде болсын. Ешкімнен ақша сұра алмайсың. Оны өзің табуың керек. Қанша бай адам болса да, не істейсің деп сұрайды. Өзің тапсаң, қалауынша жұмсайсың. Ешкім сені жетім, қорғансыз дей алмайды. Біз үйге келдік. Апайдың күйеуі мені үйге көтеріп кіргізді. Апай оған үйдегі заттарды орындарына қойып беруін өтінді. Әп-сәтте үйде жиналды. Анам тіккен көрпелер әдемі болып көрініп тұр. Апайым төсегімнің жанына анамның кішкене қобдишасы сияқты шкабын қойып, үстіне жейтін заттар қойды. Мынаған, деді ол, анамнан қалған тұрмысты көрсетіп, үнемі ыстық су құйып қой, сосын тартына берме. Қарның аш болса сөйлейді деп ойлама, алып же. Сөйлейтін адамның да сөзі таусылады. Мен үнсіз бас изедім. Бөлмем әп-сәтте әдемі болып қалды. Ол маған бір кілт берді. Мынаны көрпеге тіккен екен, жоғалтып алма. Сандықтың кілті болса керек. Анаңнан қалған естелік болары анық. Мұрнымды жаймен түртіп қойды. Әртүрлі еркелету боларын алғаш сезіндім. Олар қайтты. Әдемі пішінәндар екен. Қолдан істеген-ау. Бүгін ертең демал. Дүйсенбі сабаққа кел, деді апай кетерде. Әке, сізден де жақсы адамдар бар екен. Апай ұрса мені жақсы болсын деп ұрсады екен деп жылап алдым. Әкеме айтып отырғандай дауыстап айттым. Жақсы көрмей-ақ қой. Бұл менің жоғалтып алған еркелігімнің соңғы сәттері екен. Мүлдем сөйлеспеймін, дедім дағы. Мен қолыма математика кітабын алдым. Басынан бастап көріп отырмын. Осыны да білмеген бе, дедім. Оп-оңай екен ғой. Мен сол күннен бастап сабаққа аш адамдай бас қойдым. Мен үшін қиын сабақ ешқашан болмаған тәрізді. Апайым жетектеп асханаға апарды. Аспаз апайға сыныптасыңыздың қызы деп таныстырды. Ұқсайды екен деп көзіне жас алған аспаз апай шашымды сипады. Қолы жұп-жұмсақ, жып-жылы екен. Үстінен дәмді иіс бұрқырайды. Сол күннен бастап апайым күнде асханаға бардың ба деп сұрайтын болды. Бармасам, бірге барып ас ішіп жүрдік. Мен әкемнен де жақын жақсы жандар таптым. Үйден бөлек жапсарлас салынған бөлме болған соң мен шынында да сыртта қалғанмын. Қалайсың қызым деп әкем сұрамады. Өгей қайдан сұрасын? Мен өз жайымды өзім істеуге үйрене бастамын. Шай қоямын, дастарханда не болса соны жеймін. Бір күні көп күттірген жоқ, олар қызды болды. Сол кезде мен оларға керек болдым. Қазанға ет сал, көбігін ал, дүкенге бар. Өзің ұнатпасам да әлдейді есім кете жақсы көрдім. Қасында ешкім болмаса иіскеп аламын. Сол кезден бастап мен үйдің жалдамалы қызметшісіндей бола бастадым. Бірақ оған ренжімедім. Әйтеуір керек адаммын деп қуандым. Мен мектеп бітіріп жатқанда 3-ші қыз өмірге келді. Анасы барда қызын әкелер жақсы көреді. Анам жоқ, мені мүлде ұнатпайды. Ол мен үшін анық еді. Қыздарын үйді басына көтере айналып еркелетіп жатады. Содан ба мен кішкене бауырларыма суып кеттім. Көріксіз сияқты болып көрінеді. Мен әкемнен қырсықтана ақша сұрайтын болдым. Шындап, көзіне қарап тұрып сұрасам, кінәлі жандай көзін алып қашатын. Кейін тауып беретін. Мен оның әйелінен жасырын беретінін біліп жүрдім. Тесттен ең жоғарғы бал алып, әке оқуға түстім дегенімде әкем таңдана қарап қалды. Ал әйелі, талай адам түседі, оның оқуын айт, деді де мырс етті. Менің қуанышым жетексіз қалды. Ешкім қостаған жоқ. Ол маған үнсіз кейін деді де екеуміз шығып кеттік. Жаңадан ашылған әдемі асханаға келдік. Алдын ала дайындалған-ау. Сол жерде ұзақ отырдық, сөйлестік, іштік, жедік. 1 жыл шыда. Оған дейін мен болсамын. Сөзің өз ақшаң болады. 18-ден бастап алуыңа болады, деді. Есіңде ме баяғы кілт? Мен селк ете қалдым.
ол қайда еді? Оны креуеттің астындағы тортемірге байлап қойған едім. Қазір бар да соны тауып ал. Анаң мұқият тыққаныңа қарағанда саған жиғандары бар деп қалды. Менің анам мен туылғанда қайтқан екен. Мен оны жұбата алмадым. Ол кезде мен де жылап отыр едім. 4 сағат отырыппыз. Қиналсам бірдеме керек болса, ақша керек болса, маған айт. Бұл кісімен енді қашан көрсем, оны білмесем де сізге барып тұрармын деп уәде бердім. Үйге келе сала, сарайда тұрған кереуетті іздедім. Үстіне бірдеңелер жиып тастапты. Астын тазалап қарасам, байланған күйі кілт тұр екен. Жуып сүртіп, қырып, құлыпқа салдым. Құлып ашты. О, анашым, қайран анам, аурудан азап шексен де сонша зат даярлап кетіпсің-ау. Оның ішінде не зат болса да маған арналғаны білініп тұр. Қызға арналған барлық зат. Қуаныштан ба, толқудан ба, бетім қызарып, жылай кеттім. Еріксіз жыладым. Анам тура осы жасымда қажет ететінімді сезгендей. Бір қызға қажетті, әсіресе студент болып басқа жаққа кететін қызға есін жиып алғанға дейін қажет болатынын білген-ау. Әлде басынан өттім екен. Сол бір сандықтың ішінде бәрі бар. Маған киімдер, тіпті бәрінен ұнап кеткені спорттық киімнің 3 түрі. Қалың жылы жамылғы, өкіметтің көрпесі, соның астынан шыққан ғажап 2 кішірек қолғаптай қалтада күміс бұйымдар мен алтын әшекейлер салыныпты. Және қат бар екен. Ботам, құлыным, тірі болсаң қажет болар деп жиғаным ғой. Кейбірі сәннен қалар, бірақ менің жүрегімнің жылуы денеңе тариды деп сенемін. Өзіңе деп сақтағаным. Басқа қолымнан ештеме келмеді. Әкеңе ренжіме, өзің есейгенде түсінесің. Тек жақсы қыз бол. Менің арманымды орындасаң қуанамын. Абайлап жұмсасаң біразға жетеді. Сәлемнен бар жылуымен жүрегін өзіңе арнаған анаң. Мен сол түні ұйықтамадым. Анамның шабаданына керегімді салып алып, Алматыға бірге кететін сыныптасым Ергешпен таңда шығып кетті. Оқуға 1 айдан көп уақыт кетті. Мақсат жұмыс іздеу. Мен үшін бұл қала сұлу, бірақ суық болды. Көркем түрі болса да сызданған өгей шешем секілді. Таңда шығам, кешке дейін көше кезем. Барлық жарнамаларға жұмыс берушілерге кірдім. 3-ші күні ыдыс жуушы болып тұруға келісіп шыққан бетім, жылап келе жатқан 30-дардағы әйелді көрдім. Ауылдағы әдетіме басып не болды? Көмек керек пе дегеніме? Істей аласың ба? Мына нан заводта істеймін. Әкем қайтыс болды. Барайын десем 1 аптаға жібере алмаймын деді. Орныңа адам тап дейді. Ол жылаған күй жүре берді. Мен жүгіре ердім. Үйретеме мен істеп тұрайын деді. Ол көз жасын шала сүртіп, әрине үйретеді. Жүр деп мені ұзап кете қоймаған нан зауытына алып кірді. Үлкен кісі, ыстыққа шыдасаң қалғаны жеңіл деді, көзі күлімсіреп. Кішкентайсың дегендей жылы қарап қойды. Мен таңнан келуге келісіп шығып кеттім. Сол жерде 2 ай істедім. Сабақ басталды. 1-ші курстарға жатақхана берілді. Нан зауытында 2 немесе 4 сағат істеуге болады екен. Соған қарай ақша төленеді. Жатақханада сол жерге жақындау болды. Мен алғашқы 3 жылды сабақтан бос кезде нан істеп бітірдім. Сабақ пен жұмыс істеп жүріп, өз тобымдағылар да толық тани алмадым. Демалыс кезде де сол жерде жұмыс жасадым. 4-ші жылы жедел жәрдемнен жұмыс таптым. Мен бұл кезде сызданған сұлу қаладан жылу, қуаныш тапқан едім. Бірде әкем келді. Асханаға апарып кетерде ақша қалдырды. Анамды түсіңде көріпті. Бір түрлі мұңды көрінді. Мен қанша жылы қарайын десем де, алыстап кеткен көңілім жыли қоймады. Әкем кетерде, алдағы демалыста ауылға барсайшы, бармай кеттің ғой, анаңның орнын сағынбадың ба деді. Мен басымды изеп барамын дедім. Сол сәтте анама деген сағынышым кеудемді жарардай кетті. Апатайым,